Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Анаргүл, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді әрі тіл үйретін ораманнан, яғни ханум пісіретін боламыз. Ол үшін әрине видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Ал бисмилла деп бастаймыз. Біздің қамырымызға керекті өнімдер су, жұмыртқа, тұз және ұн керек болады. Алдымен суды бір үлкендеу ыдысқа құйып, жұмыртқамызды жарып, тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды салып, қолға жабыспайтын қаттылау етіп қамыр илейміз. Иленген қамырымызды пищевой пленкаға немесе пакетке салып, 1 сағат, 1,5 сағатқа қойып қоямыз, иі қанғанша. Сіздеріңіз байқағанда, мен ең алдымен ханум жасаған кезде бірінші орында қамырды илеп дайындап қоямын. Сол кезде қамырымыздың иі қанып керемет болып тұрады. Ханумның начинкасына мен жуа картоп және фаршты, яғни тартылған етті қолдандым. Сіздер қалауларыңыз бойынша ауыстыра берсеңіздер де болады. Жуа мен картопты турап алып, фаршымызды салып, сұйық майымызды қойып, тұз, бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Начинкамыз дайын. Ендігі кезекте жаңа қамырларымызды мен алдын ала 4-ке бөліп дайындап қойдым. Енді біреуін алып, жұқа етіп жайып, домалақ етіп жайып аламыз. Жайылған қамырымыздың бетіне сұйық майымызды біркелкі етіп, барлық жеріне тиетін етіп жағып шығамыз. Содан соң қамырымызды 2-ге бөліп алдым мен. Себебі ханумымыз қатты қалың болып кетпеу үшін 2-ге бөліп алдым. Содан соң начинкасын салып, шетінен бастап орап шығамыз. Барлығын орап болған соң майланған мантаваркамыздың листіне орналастырамыз. Мантаварканың листі міндетті түрде майлап алыңыздар. Содан соң қамырымыздың бетінде кішкене майлап жіберсеңіздер, беті жұмсақ әрі керемет болып піседі. Қайнап тұрған суға 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Біздің ораман нанымыз өте керемет, жұмсақ болып пісті. Мантаваркада 40-45 минут шамасында пісіріп алдым. Менің отбасыма ерекше ұнайтын, әрі балаларымда, жолдасымда сүйсініп жейтін астың бірі. Өте көп жасаймын десем де болады. Назарларыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.